Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге мен Тоқтарбай Бибі, және біз бумажный сюрприз ашамыз. Мен де сіздерге арнап екі жаңа коллекция істедім. То есть мен сіздерге арнап екі жаңа коллекция істедім. Бұл крыс деп аталады, тышқан. Осындай. Бұл жерде 6 пакетик, осындай разный. Мынау негізі мынандай болған. Вот, былай қосылып тұрған. Әйтеуір кішкентай інім жыртып тастадым. Вот. Және серге коллекциясы. Екінші коллекциямыз. Бұл серге коллекциясы бізде екінші часть. Міне. Өстіп көрсете салайын, потому что бұнда бәрі бірдей. Ал енді коллекцияларымызды таңдайық. Бұл коллекция подушки, біз бұны аяқтаймыз, және де бүгін өкінішке орай біз бір каталогты аяқтайды екенбіз. Вот, осыны ашып аяқтайды екенбіз сол каталогты. Кошечка Мария алдыңғы видеоның жаңа коллекциясы. Давайте бүгін какой-нибудь осы біріншісін алайық. Коллекция Baymax. Давайте бүгін осыны алайық. Я свободен дегенді. Коллекция пельмешка. Осында екі пакетик қалыпты. Давайте осыны алайық. Шикарный, прям әдемісін келесі видеоға қалдырайық. Бүгінгі жаңа коллекциямыз крыс. Осыны аласыздар сразу. Серги коллекциясы. Достар, және де сіздер комментарияға қандай пакетик таңдағыларыңыз келеді, жазып кетіңіздер. Мен соны сол келесі видеода таңдайтын боламын. Давайте осы жүрекпен алайық. Алдыңғы видеоның жаңа коллекциясы тоже Павлик коллекциясы. Павлик коллекциясы. Осындай пакетик алайық. Бүгінгі видеода. Және кадрдың сыртында менде диски деген коллекция тұр. Давайте бүгін, не знаю, бәрі әдемі, қандай алатынды. Давайте арбузбен алайық. Келесі видеода осы екеуден қайсын алатыныңызды жазып кетіңіздер. Мінекей, бүгін осындай көп те емес, аз да емес коллекцияларымыз бар. Прям әдемі емес пакетикер, но нормальный. Және де осындай. Міне, біз бүгін өкінішке орай осы каталогты аяқтаймыз. Осындай. Подушки коллекциясы. Если обзор қаласаңыздар, жазып кетіңіздер. Вот осындай пакетик, последний, әдемі. Және де бізде онда бұл жерде осындай вот акула шықты. Қазір трендте ма, мен ұмытып қалдым, но бұрында вроде болған трендте. Ол негізі көк болу керек, мен көк түсінді таппай қойғандықтан осылай істей салдым. Номері 3. Мына жердегі неге түсіп қалды, но нормально алынды. Міне. Бұл коллекциямыз осылай шықты. Бұл каталогты аяқтаймыз. Кәдімгідей көп бет бар. Міне бір коллекцияға жетуші еді, но мен бұны бітіргім келді. Міне. Вот. Енді жаңа каталогымыз осындай сердечкамен ашайық. Коллекция пельмешка. Осындай вот пакетик. Мынаған қарамай қойындар. Сердің сыртымен жасай салған. Және де бұнда осындай вот Павлик шықты. Осы жерге
осы бірінші бетті аяқтаймыз. Паблик, келесі видеода келесі бетті аяқтаймыз. Сіздерге бұл коллекция ұнады деген ойдамын. Бірақ әлі бітпеді. Келесі видеода осы жерге шығады және содан кейін бітіреміз. Маған осы стикерлерден ұнайды. Мышка ұстап тұрған. Коллекция диски. Қазір ашайық. Мен пакетиктерді, если что, сақтаймын. Маған ұнайды просто. Бізде осындай инь-яң шықты. Сағай кеткен, не знаю почему. Номері 3. Келесі бет. Осы бетті аяқтайды екеміз. Бүгін. Осы жерге. Или бұлай ма? Осылай, я? Или осылай? Осылай жабыстыра берейік. Инь-яң. Міне. Коллекция Baymax. Міне. Осындай. Осы коллекция маған прям қатты ұнайды. Неліктен екенін білмеймін, но маған қатты ұнайды осы коллекция. Мінекей, осындай Baymax шықты. Номері 2. Мына алдыңғы бетте екен. Ашайық. Фон қозғалып кетті. Номері 2 екен. Осы жерге. Мен 3 деп жүрмін ғой. Ал мына 2-ге менің подружкам салған шығады. Ал мынаны мен салғанмын. Жабыстырайық. Келесі. Алдыңғы видеоның жаңа коллекциясы Кошечка Мари. Камера кішкене құлап бара жатқан секілді. Кошечка Мари. Вроде бы перфорация болу керек. Келесі видеода прям күшті коллекция болады. Ну, прям күшті. Сіздерге кішкене ғана подсказка, примерно қандай коллекция екені. Бұл коллекцияның пакетиктері наклейка. Және де бұл коллекцияны мен бумажный мирдан алдым. Менің жақсы көретін блогерімнің бірі. Жоқ, мир бумажық қой дейме? Мир бумажық. Бумажный мир өзінің каналын сатып жібереді ғой. Ой. Номері 5. Осы жерге. Міне, келесі. Біздің бүгінгі жаңа коллекциямыз. Ой. Бірінші павликті ашып алайық. Содан кейін жаңа коллекциямызды ашамыз. Және осында ойланып тұрған вроде бы павлик. Мына бетте екен. Осы жерге жабыстырамыз қазір. Міне осы жерге. Что-то камера түсіп кеткен сияқты. Или что? Міне, прям ровно шықты. Алдыңғы беттегі коллекция серги. Бүгінгі жаңа коллекцияларымызды ашамыз.
Крис коллекциясының несі каталогында, беті осындай. Каталогтағы беті прям әдемі шыққан. Прикиньте, осылай ашылып кетіп бара жатыр. Ладно. Номері 4. Біреу ғана ақ па не? Екінші сырғасын ұмытып кетіппін. Вот. Бұл коллекцияны кімден алдым, ұмытып қалдым. Номері қанша? 4. Келесі бетте. Маған қатты ұнайтын сережка шықты. Ой, блин. Қазір көрсетемін поближе. Вот, осындай. Вот осындай сырғалар шықты. Типа артында кнопкамен. Осындай біреусі медведьпен, біреусі просто сердечкамен. Номері 4 кеп тұрды. Осы жерге. Блин, қалай сонда? 4, 5. 6 болу керек. Аяққа жабыстырамыз 4-ші. Бірінші наклеечка. Екінші наклейкамыз. Міне. Келесі коллекциямыз, тағы бір жаңа коллекция, Крис. Осындай ашылатын жерінен. Прям әдемі шыққан, өзіме ұнайды. Осындай пакетик. Обычный, простой. Простой ашылады осылай. Және де бізде бұл жерде осындай попкорн жеп тұрған Крис шықты. Вот осы жерге сияқты. Осы жерге екен. Міне. Жабыстырайық. Осымен менің видеом аяқталды. Кімге ұнады, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Және де кімге осы каталогқа обзор керек, комментарияға жазыңыздар. Мен обзор түсірем. Вот, всем пока. Мен сіздерді жақсы көрем. Пока-пока.